Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Бүгін сізбен бірге атқаратын амалымыз әлемдердің Раббысынан келген, оқылуы да, тыңдалуы да, ойлануы да құлшылыққа саналатын қасиетті Құран кәрімді оқу. Әлбетте, Құранды күнделікті оқуымыз әрбіріміз үшін міндет. Ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннеті. Бірақ бүгін шамамыз келгенше күндегіден де асырып оқиық. Тек өзіміз ғана емес, отбасымыздағы барлық мүшелер. Әкеміз, анамыз, жұбайымыз, баламыз, бауырларымыз, баршасы да оқысын. Бүкіл істерін бір сәтке тоқтатып, Алланың кітабын бірге оқиық. Қасиетті Құранды осы Рамазан айында отбасы болып хатым етпесек, басқа қайда толықтай оқып шығамыз. Сол үшін Құран оқуға кедергі келтіретін теледидар, компьютер, телефон, әлеуметтік желілер сынды барлық нәрселерді өзімізден алыстатайық. Алла тағала Құранның Фатыр сүресі 29 аятында расында Алланың кітабын лайықты түрде оқитын, намазды да кемеліне жеткізіп, үзбей, әрі уақытылы оқитын, сондай-ақ өздеріне ризық несібе ретінде берген нығметтеріміздің бір парасын ізгілік жолында жасырын әрі жария түрде жұмсайтындар, әсте зиянға ұшырамайтын берекелі саудаға үміт арталады деді. Құран оқуды әдетке айналдырудың зор мүмкіндігі туып тұр. Ардақты Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Құран оқыңдар, расында қиямет күні Құран өзін оқығандарға шапағат етеді деп сүйіншілеген. Отбасыңыздың барлығына шапағат етеді Құранның берекетімен. Дәл бүгінгі күнді Құран ең көп оқылатын күніңіз етіңіз. Ал ертеңнен бастап Алланың кітабын оқуға арнайы сағаттар бекітіп қойыңыз. Өзіңізге жоспар жасап алыңыз. Тіпті керемет болады. Сол жоспарда осы Рамазан айында Құранды осынша мәрте хатым етемін деп жазып, күнделікті қадағалап отырыңыз. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, көкірегінде Құраннан еш нәрсе болмаған адам қирап қалған үй тәрізді деген. Сондай-ақ ондай үйге шайтандар ұялайтындығын хабарлаған. Алла тағала қасиетті Құранның Фурқан сүресінің 30 аятында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Құранды оқудан, тыңдаудан бас тартқандар туралы уайымын былай баяндайды. Сол күні, яғни ақырет күні, Алла елшісі де: «Уа Раббым, расында қауымым бұл Құранды мүлдем тәрк қылды» деп айтады. Осы шағымның ішіне біз де кіріп кетпес үшін шамамыздың келгенінше Құранмен бірге өмір сүрушілерден болайық. Құранмен бірге өмір сүретіндер дүние және ақыретте Алласымен бірге болатындар. Егер сіздің үйіңіздегі Құран әлі төріңізде ілініп тұрған болса, немесе ақ матаға оралып, сандығыңыздың түбінде жатса, бүгін оны шығарыңыз. Шаңын қағыңыз. Беттерін ашып оқуға кірісіңіз. Олай болмаған жағдайда жоғарыдағы шағымның қатарына ілініп кетуіміз әбден мүмкін. Құраннан қол үзу құрдымға апаратын жол екенін ұмытпаңыз. Құранды Алла бізге оқысын, ой жүгіртсін, жүрер жол ережеміз болсын деп жіберді. Құран өзін оқыған пендесін ғана қорғап, қиямет күні сол үшін ғана шапағатшы болады. Бүгін Құран оқуды бастаңыз. Немесе бүгін Құран әріптерін үйренуді қолға алыңыз. Сіз мұсылмансыз. Сіз қанша жылдан бері намаз оқисыз. Бірақ әлі де Құран танымай жүруіңіз сізді ойландырмай ма? Сонымен бүгінгі амалымыз Құранды өте көп оқу.
қалам мен қағаз алып жоспар сызыңыз. Осы Рамазан бойы кім Құраннан қанша бет оқи алатындығын. Егер үйіңізде ешкім қасиетті Құранды түп нұсқасынан, яғни арабшасынан оқи алмайтын болса, өздеріңізге ыңғайлы тілде мағыналық аудармасын оқып шықса да болады. Оны да отбасы болып жиналып, кезек-кезегімен оқып, қалғанымыз тыңдап отырсақ та болғандай. Және тек оқып қана қоймай, оқыған нәрселерімізге амал қылуымыз керек. Қасиетті Құран кәрімді оқу тек қана сауабы мол ғибадат түрі ғана емес. Сонымен қатар Құран оқу көңілді кірбіңнен тазартып, жүректегі иманды күшейтіп, рухани азық және өлшеусіз мол қазына іспеттес. Алла сізді және сіздің отбасыңызды берекесіне бөлесін. Құранмен бірге өмір сүретін отбасылардан болуларыңызды нәсіп етсін. Құран арқылы жәннаттағы дәрежелеріңіз көтерілсін.